Ертеде кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың Маша деген немересі болыпты. Бірде Маша құрбыларымен орманға жиналады. Ал атасы мен әжесі оған құрбыларынан қалып қалма деп ақыл айтады. Бірақ Маша олардың айтқандарын тыңдамайды. Құрбыларынан алысқа ұзап кетіп, ақырында адасып қалады. Маша айқайлап оларды шақыра бастайды. Құрбылары дауыс қатпайды. Маша ымырт түскенше орманды кезіп жүреді. Кенет қараса, орман жиегінде бір ағаш үй тұр екен. Маша үйге кіріп келіп, бұл үйде кім тұрады екен деп ойлайды. Ал бұл үйде аю тұрады екен. Дәл осы кезде үйге аю кіріп келіп, менің үйіме рұқсатсыз неге кіресің деп гүр ете түседі. Маша, мен адасып кеттім. Бүгін осында қонып, ертең қайтамын дейді. Жоқ, енді мен сені жібермеймін дейді аю. Енді менің қолымда тұрасың. Маған ботқа жасап, тамақ пісіретін боласың дейді. Маша уайымда деді, қайтсын енді. Аюдың үйінде тұра бастайды. Аю күн ұзаққа орманға кетеді. Ал Маша болса, үй жинап, тәтті бәліш пісіреді. Аюдың қуанышында шек болмайды. Біраз күндер өтеді. Маша аюға былай дейді. Атам мен әжемді көрмегелі көп болды. Менің жайымды білмей уайымдап жатқан шығар. Мен бір қорап самса пісірем, ал сен оларға соны апарып бер дейді. Бірақ самсаны жолда жеуші болма. Мен биік ағаштың басына шығып, аңдып қарап тұрам дейді. Аю келсе кетеді. Маша бір қорап самса пісіріп, есік алдына шығып қараш, жаңбыр жауып тұрған жоқ па дейді аюға. Аю сыртқа шығып кеткенде, Машенька қораптың ішіне кіріп, тығылып қалады. Аю қайта оралғанда, қораптың дайын тұрғанын көреді. Оны арқасына салып, арқалап, ауылға қарай тартып кетеді. Орман ішімен келе жатып ұзақ жолдан шаршаған аю, тынығайын деп ағаштың түбіріне отырмақ болады. Ағаштың түбіріне отырып самса жеймін деп ойлайды. Ал Машенька сол кезде қорап ішінен, түбірге отырма, самса жеме, ата әжеме апар деп дауыстайды. Қарашы бұны, неткен қырағы еді, бәрін көріп тұр деп, аю қорапты көтеріп, әрі қарай аяңдайды. Ауылға жетеді аю. Қыздың атасы мен әжесі тұратын үйді іздеп тауып алады. Олардың қақпасын күшімен тасырлатып, қақпаны ашыңдар, мен Машенькадан базарлық әкелдім дейді. Бұл кезде иттер аюды сезіп оған бас салады. Қора-қора жүгіріп шығып үріп, аюды қуалай жөнеледі. Аюдың зәре құты ұшып, қорапты тастай сала, ауылдан қаша жөнеледі. Осы кезде үйден атасы мен әжесі шығады. Қараса, қорап тұр екен. Қораптың ішінде не бар екен деп сұрайды әжесі. Атасы қораптың қақпағын ашып қалса, ішінде Машенька отыр екен. Машеньканы көрген атасы мен әжесі қатты қуанып, құшақтай алады.